дұрыс емес. Общий анемический синдром, да, у нас изменяется, в общем, 3 показателя. Это у нас первый гемоглобин, ты это не сказала, самый легкий. Ну, это, потом цветной показатель и гематокрит. 3 показателя основных. Ол кезде, получается, протеинурия болады. Ол кезде шамалы гематурия болады чуть-чуть. Еще ол кезде болады, короче, липидурия. Сонда басты зат алмасу. Зат алмасу протеиндікі. Считается? Пульса нет, продолжаем. Пульса нет, продолжаем. Посмотри, қалай жол береді. Разряд. Круто. Да, короче, знаете, в чем прикол? Біріншісі ол, короче, пульсті дұрыс емес жерден қарап жатыр. Табан астын ба? Так делать нельзя, люди. Пульс мы измеряем вот тут вот, шеяның жақта. Именно где? Сонная артерия. Вот, дальше получается, сам прям СЛР дұрыс емес істелінген. Ол жерде, короче, сен қолыңды прям түзу ұстайсың и тез емес тащи, деп емес тащи, прям глубокий массаж істейсің, Все? Я заметила еще одну. Что? Дефибриллятор? Я отвечаю, да, онда дефибриллятор қолданған, бірақ та дефибриллятор, если ана жақта естісеңіздер, пульс жоқ кезінде қолданып жатыр, бірақ та дефибрилляторды пульс жоқ кезде емес, ол фибрилляция желудочков кезінде ғана қолданатын дефибриллятор. Да. Остеоартроз. Если остеофитер, это остеоартроз, да. Бұл жерде бактерицидті заболевание, инфекция бактерицидная. Бактерия болған кезде көбінесе ол көбейеді лейкоциттер. Бактерия болған кезде потом не болады. Что не болады? Ну, бактерия қандай процесс шығарады? Қандай кезде именно? Воспаление кезде? Я. Дұрыс. Қандай? Псориаздың нәтижесі, псориаз негізі аутоиммунное воспалительное заболевание, и оның нәтижесі кейбір түрінде летальный исход болады, яғни ауыр дәрежесінде адам ары қарай өлімге жеткізуі мүмкін, бірақ та қалыпты псориаздың жаңағы түрлерінде ауру, воспаление буындарға шығып, адамның жаңағы буындық аурулар сходу бірге жүруі мүмкін. Скованность получается в утреннее время. Қанша уақыт? 1-2 сағат болады. Нет. Ревматоидный артрит кезінде құрысу 30 минуттан бірнеше сағатқа дейін созылады, ал остеоартроз кезінде ол 15 минутқа дейін, максимум 30 минутқа дейін. Вот это есть различие. Диагностика, братан, называется. Вызывает болезни? Да. Да? Располагает к болезням. Почти. Да. Окей. Люмбальная пункция. Дұрыс емес. Люмбальная пункция. Дұрыс. Эй, дұрыс, люмбальная пункция. Ну, еще. Жолын сұйықтығын алу. Кондилоартриттің басқаша атауы қандай? Болезнь Бехтерева.